Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа керемет идея сырникидің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, ірімшік, қант, ұн. Сырники дайындауда ең алдымен құрғақ ірімшік таңдағандарыңыз жөн. Осы ірімшігімізге 2 жұмыртқамызды қосамыз. Үстіне бірден қантымызды салып, ақырындап шанышқымен араластырамыз. Осылай араластырып болған соң, ірімшік құрғақ болғандықтан блендермен езіп бір келкі масса шығарамыз. Бізде осындай консистенция шығуы тиіс. Үстіне ұнымызды салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Тақтайшамызға ұн сеуіп, қолымызға жабыспас үшін шамалы ұн себеміз. Бір ас қасықтың көлеміндей осылай бөліп алып, сырникидің формасын жасауға кірісеміз. Барлығында дәл осы реттілікпен, дәл осы әдіспен жасап шығамыз. Табамызға кішкене май құйып, сырникиді пісіруге кірісеміз. Осылай барлығын салып, бетін қақпағын жауып пісіреміз. Бір жақ беті қызарған сәтте келесі жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті де қызарған сәтте бірден оттан аламыз. Міне біздің сырники дайын болды. Таңғы асыңыздың ас мәзірін түрлендіргіңіз келсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ортасы осындай болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.